Қажет болса, ішінен ең тиімді әрі оқытуға ыңғайлы негізіне алып отырып, жаңа әдістеме әзірлеу қажет қой деп ойлаймын. Біздерде енді қазақша сөйлейтін, бірақ оқып жаза алмайтындар бар, түсінетін, бірақ түсіндіре алмайтындар бар, және қазақша мүлдем білмейтіндер бар. Оларға лайық әдістеме болу керек деп есептеймін. Оларға да бөлуіміз керек соларды. Менімше, мынау балабақшалардың бәрін қазақ тіліне аудару керек. Мысалы, осы Астанада 2 жыл бұрын, Мырзеке, сіз жақсы білесіз, қазақ тіліне аудардық, ешкім бір атана, басқа ұлттың атанасы, орысы бола ма, кәресі бола ма, біреуі де қарсы шыққан жоқ. Өйткені атанасына түсіндірдік. Ертеңгіні қай мектепке апарасыздар, қай тілді үйретесіздер, оны өздеріңіз білесіздер. Бірақ мынау бастама ретінде ертеңгіні орысша, өзінің тілінде, я болмаса қазақ тілінде үйреніп шықса, ертеңгіні сол мына мектепке барғанда оп-оңай болып шыға келеді. Егемендігімізге, тәуелсіздігіміз 25 жыл толды. Қазір жаппай барлық жерде балабақшалар салынып жатыр, ашылып жатыр. Неге соны қазақ тілінде ашпаймыз? Бір нәрсе түсініксіз. Біз осы күнге дейін жалпы қазақ тілі өзге емес, өзімізге керек екенін түсінбей келеміз. Жалпы қазақ тілі деген халықтың жаны. Бұдан артық айта алмайсың. Тіл бар жерде қазақ бар. Тіл жоқ жерде қазақ жоқ. Бітті. Басқа формула жоқ бұл мәселеде.